Сәлем достар, ақылды жүйелер және iOS каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырыбымыз ақылды үйге кіріспе. Бұл сабақта біз тұрмыстық автоматика қондырғыларын қарастырамыз, жеке және ақылды үйді құрастыру үшін не қажет? Осы туралы мәселе болады. Ал кеттік. Бүгін біз мына терминдерді қарастырамыз. Ол тұрмыстық автоматика, ақылды үй, электрон схема, интернет заттары. Және үйдегі қондырғылар ол кондиционер, су қыздырғышы, кір жуғыш машина, телевизор тағы басқа. Мына мысалы менің үйімде осындай қондырғыларымыз бар. Мен қазір жеке қарастырамын. Олар қалай реализация жасалады, қандай электронды схемалармен, мынау кестеде берілген. Олардың пульті бар ма, жоқ па, олар автоматты басқарыла ма, қай түріне жатады. Өткен сабақта біз айтқанбыз. Сол осы кестеде бәрі бар. Әрбір қондырғының өзінің техникалық сипаттамасы бар. Ол мынандай паспортта немесе руководство эксплуатацияның ішінде жазылған. Мынау су насосы, электр су қыздырғышы, су ағызғыш, смывной және су краны. Суды қосамыз. Осының барлығы сумен қамтамасыз ету жүйесі болып табылады үйдің ішіндегі. Мысалы, судың напоры осындай болып тұр. Енді біз насосты қосатын болсақ, напор өзгерген жоқ. Значит, напор қатты. Итак, напордың өзі жеткілікті болғаннан кейін қысым жеткілікті, кран қосылған жоқ. Сосын аристонды қоссақ, белгілі. Мысалы, бізде температура жеткілікті ме, жоқ па? Қазір көреміз. Нормально жеткілікті. Қостық, тапсырма бердік. Енді ол қыздыра бастайды. Мынау насос. Судың егер қысымы аз болса, онда ол суды сорып тартып алады да, тартады. Біз 4-ші қабатта тұрамыз, 4-ші қабатқа дейін суды жеткізіп беріп, белгілі қысымда. Қазір біздің судың қысымы дұрыс болып тұр. Сондықтан бізге насос қосылмайды. Егер су аз, су жеткіліксіз болса, онда ол насос автомат түрде қосылады. Сосын мына жерде счетчик воды бар, судың өлшемі. Қазір біз мына айналып тұр. Су бар деген сөз, айналып жатыр. Мынау кір жуғыш машина. Бұл белгілі сыйымдылықта, яғни 5 килограмм кір жуады. Бұл кір жуғыш машинаның технологиялық процесі екі материалды қажет етеді. Ол су толтырамыз, сосын жерде парашют белгілі парашют саламыз, сосын кір. Сол кірді химия технологиялық процесс. Кірді өңдеп, тазалап шығарады. Тапсырма береміз. Мысалы, мына жерде бірнеше режим бар. Деликатная, синтетика, хлопок деген сияқты. Қолмен жу, осының біреуін таңдаймыз. Мына индикаторда сол уақыты белгілі, сосын температурасы белгілі. Суы керек па, суы керек емес па. Оны да таңдаймыз. Сосын мына жерде пуск деген кнопканы басамыз. Сосын ол кір жууды бастайды. Сосын белгілі бір уақытта өнім дайын болады. 10 жыл гарантиясы бар. Direct drive мотор.
Бұл ауа кондиционер. Ауа кондиционері бөлмедегі белгілі бір температураны реттеп тұрады. Бұл кондиционер екі режимде жұмыс істейді: суыту және ысыту. Жазда суыту, қыста ысыту. Біз қазір қостық, тапсырма береміз. Мысалы 20 градусқа қоямыз. Сол 20 градусты ол ұстап тұрады. Кондиционер екі блоктан тұрады, ішкі және сыртқы. Сыртқы блок ол далада тұрады, ал ішкі блок үйдің ішінде. Бұл объект управления, бұл жерде бөлме, сыйымдылық. Мынау кухнядағы су жүйесі. Бұл жерде екі кран бар. Кәдімгі негізгі кран бұл су тазаламайды. Екінші фильтрдің краны. Таза су ағады. Ішетін су осыдан алынады. Төменде фильтр бар. Фильтрдің өзінің бағы, аккумуляторы бар. Осының ішіне су толып тұрады. Су кетіп қалған жағдайда да мынау аккумулятор 10 литр аккумулятордан суды пайдалана береміз. Бұл басқару құрылғысы. Және бұның негізгі элементі насос бар осының ішінде. Ішінде насос бар. Егер су қысымы төмен болса, онда автомат түрде насос қосылады. Мысалы су толтырамыз. Ол ешқандай қысым жеткілікті болғаннан кейін насос қосылған жоқ. Енді қосылды. Жаңа су алынды. Енді насостың жұмыс істеп жатқан жерде процесс көруге болады. Мына баққа жинайды суды. Судың қысымы төмендесе, суды сорып, мына баққа жинайды насос. Насос қосылды. Жарым су алдық қой. Енді сол қысымға жеткізіп жатыр. Бұл жерде де автоматты регулятор бар. Мынау микротолқынды пеш. Бұл тамақты қыздырады. Мына жерге тамақты саламыз. Тапсырма береміз. Мысалы мына жерде уақытты таңдаймыз, білеме. Мысалы 30 секунд десек. 30 секунд десек. Сосын пуст деген кнопканы бассақ, өзі 28, 27, 26, 25 деп 30 секунд аяқталғаннан кейін өзі автоматты өшеді. Бұл бағдарламалық басқару принципімен жұмыс істейді. Өткен сабақта мен айтылған туралы. Мысалы 5, 4, 3, 2, 1 өшті. Бұда да басқаруының саны сыйымдылық. Белгілі бір сыйымдылықты. Philips фирмасының шаң сорғышы соңғы технология бойынша жасалған 3 функцияны қамтиды. Бірінші беспроводной пылесос, яғни сымсыз жұмыс істейді. Бірінші біз оны зарядтап аламыз белгілі уақыт. Мына жерде зарядталып жатыр. Зарядталып жатыр. Одан кейін зарядталып болғаннан кейін суырамызда сымсыз өзі аккумуляторменен 5 сағатқа дейін жұмыс істейді. Егер біз бірінші сухая, сосын влажная уборка. Бірінші сухой уборка үшін мынаның жоғарғы жағын бөліп аламыз да, тек қана шаң сора береміз. Өте
қол жетпейтін жерлерге дейін барып соғуға болады. Ал егер біз еденді жуатын болсақ, ол жуушы мынау ыдысқа су толтырамыз да, сосын баса қосамын. Минимальный режим. Егер кілем жуатын болсақ, кілемнің таңды соғысын оған максимальный режим керек. Қайтадан азайтамыз да. Слабый минимальный режимде жұмыс істейді. Таң соғып, қалаған жерге бұрыла береді, бұлай қалаған бұрышқа оңға солға өшіреміз. Мынаны өшіреміз. Мынау Samsung фирмасының телевизоры. Мынау пультпен басқарылады. Өткен сабақта айтылғандай, пульт ол тапсырма беруші басқару тетігіне жатады. Бұл арқылы біз мысалы белгілі каналды таңдай аламыз. Бұл жерде YouTube, белгілі канал, YouTube каналда белгілі видеоны таңдап бассақ қосылады. Встречайте разнообразие вкусов Милка в новой упаковке. Милка. Вкуснее, когда нужнее. Танфликс плюс. Кемшілікті Мынау Bosch фирмасының газ плитасы кухняда орналасқан. Мысалы, бұны қалай пайдаланамыз? Шайникті қоямыз да газды басамыз. Бұның қандай автоматикасы бар деп сұраймыз. Әрине бұл қолмен басқарылады. Мына тетіктер арқылы газды қосамыз. 1, 2, 3, 4 контура бар. Жоғарғы жағында және төмен жағында міне духовкасы бар. Бұл қолмен басқарылады, әрине. Бұның автоматикасы тек қана мына жерде газ утечка болған жағдайда бұл автоматтарда өзі өшіп қалады. Болған автоматика, защита. Қалған жерінде қолмен басқарылады. Қазір енді умный газ плиталар шықты. Енді жеке-жеке қарастырсақ, үтік пен электр су қоздырғышы және кір жуғыш машина мынау техникалық сипаттамасы келтірілген. Мына жерде тоңазытқыш пен су сорғысының техникалық сипаттамасы келтірілген. Мына жерде кондиционер және су фильтрінің техникалық сипаттамасы келтірілген. Мына жерде тамақ пісіргіші, яғни мультиварканың техникалық сипаттамасы келтірілген. Қазіргі заманауи қондырғы. Мына жерде смарт телевизордың техникалық сипаттамасы келтірілген. Ал енді осы тұрмыстық автоматикалық қондырғылардан ақылды жүйені қалай жинаймыз? Ол үшін әрине әр қондырғыға мына нәрселерді қосуымыз керек. Біріншіден Wi-Fi модулі және сол Wi-Fi модульді өзара бір-бірімен желіге байланыстырып жалғауымыз керек. Онда IOT желісі пайда болады. Сосын осы IOT желіге ақылды басқару алгоритмдерін енгіземіз. Әрқайсысына егер онда деген ереже бойынша. Және олар оқыту қасиеті бар болу керек оларда. Онда мобильді қосымша болады. Енді осының барлығын біріктірсек, онда әрине ақылды үй деген пайда болады. Мына жерде біз мобильді смартфон арқылы мобильді қосымшамен әр қондырғыны қосып өшіріп басқара аламыз. Бүгінгі сабақта біз ақылды үй қалай жасалады, қандай қондырғылар бар, оларды қалай жалғаймыз және қалай қосамыз.